Түркістан облысында биыл 240 мыңнан астам адам атаулы әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етіледі. Бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіш, себебі біздің өңірде демографиялық көрсеткіш жақсы. Сонымен қатар еліміздегі әрбір үшінші көп балалы отбасы біздің өңірде тұрады. Ендігі мақсат оларды жұмыспен қамтып, кедейлік деңгейіне түсірмеу. Түркістан облысында халық саны 2 миллион 87 мың, соңғы 3 жылда 5%-дан аса өсім бар. Республика бойынша көп балалы аналардың 3-тен бірі біздің өңірде өмір сүреді. Биыл Түркістан облысында 42 мың 781 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұл мақсатқа 18 миллиард 800 миллион теңге жұмсалады. Халықтың саны тығыз орналасуына байланысты осындай жаңағы факторлар бар. Дәлелі ретінде айтатын болсақ, жыл сайын табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен тұратын халықтың үлесі артып келеді. 2018 жылы 6% болатын болса, бүгінгі таңға ол 12%-ға дейін 21 жылдың қорытындысымен өскен. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 8 айдың қорытындысымен жаңағы аз қамтылған отбасылардың саны үлеске шаққан кезде 8-7%-ды құрап отыр. Бұл өзімізге белгілі республика төңірегіндегі белгіленген индикатордың төңірегінде болып отыр. Яғни бізге облысқа 7% мөлшерінде осы кедейлік деңгейін асырмау мәселесі жүктелген. Кепілдендірілген әлеуметтік топтамамен 50 мыңнан аса бала қамтылады. Бұған 3 миллиард 800 миллион теңге бағытталады. Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың еңбекке қабілетті 51 мыңға жуық азаматын жұмыспен қамту көзделген. Оның жартысынан астамы жұмысқа орналасқан. Еңбекке жарамды 51 мың азаматтың ішінде 35 мыңы немесе 68%-ы бүгінгі таңға жұмыспен қамту шараларына қатысып отыр. Яғни оларға тек қана атаулы әлеуметтік көмек емес, міндетті түрде жаңағы айтып отқан келісімшартта, әлеуметтік келісімшартта белгіленген жұмыс түрі ұсынылып, олар ары қарап осы жұмыстарын жасап отқан жағдайы бар. Өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларда қолдаусыз қалмайды. Олар үшін облыста қамқорлық бағдарламасы іске асырылуда. Осы бағдарлама аясында 1031 отбасыға демеушілер тарапынан 260 миллион теңгеден аса қаражатқа көмек берілді. 23 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілген. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бекташ, жаңалықтар Түркістаннан.